Ата, біз қайда барамыз? Сендер көріп келе жатқан бөгет халық арасында Ақтөбе теңізі деп аталады. Өзендердің су бөгеті. Қазір біз Елек өзенін көреміз. Маған бек қарағайлар ұнады. Қандай сұлу. Иә. Біз Алға ауданына сапарлап барамыз. Ең бірінші Бестамақ ауылынан бұрыла Есет Батыр Көкеұлының мемориалдық кешеніне, мұражайына барамыз. Алақай, Айбар, атамыз бізді тағы да тарихи дерекке, қызықты мәліметке қанық ететін болды. Атамен жүрсек, осы тарихқа да сапар шегеміз. Балалар, бұл Есет Көкеұлының ескерткіші. Есет Батыр қазақ халқының жоңғар басқыншылығына қарсы күресте есімі әйгілі болған әруақты ер. Әкесі Көкіде батыр болған, Салқам Жәңгірге көмекке барған Жалаңтөс Баһадүрдің әскерінің ішінде Көкі Батыр да болған. Есет Батыр Ақтабан шұбырындыдан кейін бірге жоңғарды ойсырата жеңген Бұланты шайқасына қатысып, ерлік көрсеткен тұлға. Аңырақай шайқасында ту көтерген атойшы болған. Нағыз батыр, ескерткіші де жол бойында барша ел есіне алып тағзым етеді екен. Жүріңдер қарақтарым, Есет Батыр кесенесіне барайық. Жүріңдер, қырдың басына шығайық. Жүр айым. Асықпаңдар, мен шаршап қалмайын. Есет Батыр Әбілқайыр ханға кеңесін беріп, ақылман да бола білген. Тархан атағын алған батыр. Барлық дала көрінеді екен. Я, өте биік қыр. Көз тоймайды. Сендерге Алға ауданын аралатып, керемет табиғатын, шаруашылығын көрсетейін. Батырға зиярат қылдық, жолымыз болсын. Жүріңдер қарақтарым. Балалар, бұл шипагер емдік шипажайы. Жылына бұл жерге мыңдаған адамдар келіп, дертіне дауа, жанына шипа табады. Республикамыздың түпкір-түпкірінен келіп ем алады. Ата, қараңызшы, қала салынып жатқандай. Иә, балам, қала десе де болады. Бұл жерде өндіріс саласындағы ең ірі кәсіпорын Неохим, Агроспешипром жұмыс жасап жатса, Ақтөбе Цем жауапкершілігі шектеулі серіктестігі өте үлкен цемент зауытының құрылысын қарқынды жүргізіп жатыр. Алға ауданы жер асты табиғи қорларына, сондай-ақ шикізатқа бай жер. Бұл ауданға инвесторлардың қызығушылығы күн санап артып келеді. Ауданның табиғаты, шикізат байлығы көптеген инвестициялық жобаларды бастауға негіз болды. Аудан облыс орталығынан 45 шақырым қашықтықта орналасқан, және 1000 шақырым қашықтықта Ресей нарығы бар. Атырау, Батыс Қазақстан облыстарына кез келген тауарды тасымалдауға мүмкіндік бар. Түркістан, Орынбор бағытындағы темір жолмен Ақтөбе, Атырау, Астрахан және Самара, Шымкент тасжолы. Ата, қараңыз, көк жазира. Қайда қарасақ та еңбек етіп жүрген диқандар, шаруалар, құрылысшылар. Дұрыс айтасың қызым. Алға ауданы ауыл шаруашылығына өте қолайлы аудан. Топырағы құнарлы да қасиетті. Мал шаруашылығы, егін егу, суармалы жерлерді қолдану, көкөніс өсіру, халықты таза, табиғи азық-түлікпен қамтуда келелі еңбек етіп жатыр. Бұл аудан жаңа өндіріс көзін ашуға арналған құрылыс материалдарының, минералды тыңайтқышқа пайдаланатын фосфордың қазба байлықтары кең таралған аудан. Осы кең таралған қазба байлықтарын пайдаланып, сонымен қатар ауыл шаруашылық жерлерін пайдаланып, егіншілік, бау-бақша, мал мен құс өндірісін ашуға кез келген инвесторға қолайлы мекен. Ата, айым! Ата, айым! Мен адасып қалған секілдімін. Не болды? Шошыттың ғой. Ата,
мен адасып қалдым. Жоқ, алай емес, сен дәл қасымызда өзің айқай салып жүрдің. Алға ауданы 100% ауыз сумен электр жарығымен қамтылса, 99%-ға жуық табиғи газбен қамтамасыз етілген. Алға ауданында Жансая шаруа қожалығы, мал шаруашылықтары Римпул, Өтеғұл, Абылай, Мендібай Қарағаш мал шаруашылықтары, Исламбек, Алағозы, Ажар шаруа қожалықтары, Тоқмансай жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бар. Ауданда ондаған елді мекендер, ауылдар бар. Мәдени орындар мен мектеп те көп. Алға қаласында индустриалды техникалық колледжі жылына көптеген мамандар даярлап еңбекке қосады. Ауданның биік нүктесі Бесоба тауы. Өңірде одан бөлек Аққұдық, Қарамен, Керуентау, Ақшоқы, Қайқы, Есет, Қаратөбе, Нартау, Тасшоқы сынды таулар жетерлік. Аудан жерінде Елек, Сарықобда, Қарақобда, Тәңірберген, Талдысай, Батпақты, Сазды өзендері ағып өтеді. Алға ауданындағы танымал бұлақтар Маржан бұлақ, Сәрсен бұлақ, Калиновая роща, Сарытөбе бұлағы, Алтын бұлақ бар. Алға қаласынан республикалық, халықаралық маңызы бар темір жол мен тас жол өтеді. 9 жолдың торабындағы қала десек болады. Өндіріске, шаруашылыққа өте қолайлы аймақ. Сондай сұлу табиғат. Көркіне көз тоймайды. Келбеті қандай әсем, алғадай қаланым. Тамаша даласына тамсанып қарадым. Жүйіткіп көлігіміз жолдармен қауышқан. Вагондар темір жолмен көрінді алыстан. Бұлбұлдары сайраған бұйраланған баққандай, ағаштары жайнаған аппақ бантик таққандай, самал желмен таранған жасыл желек қырғандай, тұрғындары қаланың күлім қағып тұрғандай. Ата, бізге Алға өңірі қатты ұнады. Иә, сенің қасымызда жүріп, жүгері арасында адасып кеткен маған ұнады.